егер де кредитке көлік алып, таксовать жауып тастайын десең, сенің өміріңдегі ең үлкен қиындықтың бірі болады. Неге? Себебі таксиде нормальный ақша қалу үшін сен 16-18 сағат жұмысқа дайын болуың керек. Егер де сондай қиындықтарға шыдап бере аламын десең, онда, пожалуйста, көлікті ал. Ал қолымнан келмейді десең, онда ойланатын сәт. Көлік бұл саған жай барып эмоциямен ала салатын зат емес, оның арқасында үлкен шешім бар. Сенің болашағың, көліктің кредиті 5 жыл немесе 7 жыл, ол сенің өміріңді түбегейлі өзгертіп жіберуі мүмкін. Қазір сен оны ойлауың мүмкін, такси оңай деп. Бірақ 5000 теңге ақшаны табу үшін 4-5 сағат әртүрлі адамның аурасын көтеріп, әркімнің тәкаппарлық мінезін, немесе жақпай қалған мінезін, олардың іс-қимылдарын, іс-әрекеттеріне көңілің шыдамай, сен таксиден бір-ақ күнде шаршап кетуің мүмкін. Сондықтан бауырым, көлікті несиеге алып, таксимен жабамын деудің орнына, жұмыс жасап ақша жинап, қолма-қол ақшамен алуға тырыс.